тәуелсіздік тұғыры биік тұлғасын, жырласын сені барша қазақ жырласын. 91-де егемен еркін болып ек, өте шықты бүгіндері 30 жылда қыртасы. Құрметті оқырмандар, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналып Арқалық қаласындағы облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасының абонемент бөлімінде Қазақстан 30 жыл алға ұмтылыс тақырыбында жылдың тұрақты көрмесі ашылды. Іс-шараға Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының және Ескендерова Жанары Мақсатбекқызының жетекшілігімен Назипа Қожанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің студенттері қатысты. Көрменің мақсаты 30 жыл уақыт ішінде ордалы елге айналған тәуелсіз Қазақстанның дербес мемлекет ретінде қалыптасу тарихына, ғасырлар бойы ата-бабаларымыздың тәуелсіздік жолында күрескен тарихи кезеңдеріне шолу жасау. Көрме бірнеше бөлімдерден тұрады. Көрменің бірінші бөлімі тәуелсіздік жемісі. Бұл бөлімде тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін елімізде болған өзгерістер, еліміздің атын әлемдік деңгейге шығарған жетістіктер туралы кітаптар орналасқан. Көрменің екінші бөлімі ұлы даланың ұлы тұлғалары. Бұл бөлімде қазақ халқының тәуелсіздік пен дербес даму жолындағы ата-бабаларымыздың көтерілістері және алаш зиялылары жетекшілік еткен жаңа өрлеу ала бастаған ұлт азаттық қозғалысқа қатысты кітаптар мен зерттеу еңбектері берілген. Үшінші бөлім қазақ елі, тарих, тағылым. Көрменің бұл бөлімінде Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың майдан мен тылдағы ерен ерліктері және атақ даңқтары жайлы туындылар орналасқан. Төртінші бөлім желтоқсан желі ызғарлы. Биыл желтоқсан оқиғасына 35 жыл толды. Алматы көшелеріне бейбіт ұранмен шыққан жастар неге соққыға жығылды? Қазақ жастарын алаңға алып шыққан себеп не еді? Осы сауалдарға жауап беретін кітаптар мен 1986-1992 жылдарда жазылған мақалалар орналасқан. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай деген тілекпен бүгінгі бейне шолуымызды аяқтаймыз.